Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ешқандай сливкисіз, қымбат творожный сырсыз үй жағдайында жасалатын өте оңай бюджетный торттың рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады, құрамы да қарапайым заттардан тұрады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің алғаш шыққан видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі 4 жұмыртқаны ыдысымызға жарып салып аламыз. Ескертетін жағдай, жұмыртқамыз салқын болмағаны дұрыс. Алдын ала холодильниктен шығарып қойыңыздар. Үстіне қантымызды қосамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап үлкейте отырып 5-6 минут шамасында жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз әппақ болып, 2 есе ұлғаяды, сол кезде ғана тоқтататын боламыз. Неғұрлым жақсылап миксерлесеңіздер, соғұрлым біздің пирогымыз биік болып көтеріліп шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай әппақ болуы қажет, сол кезде ғана миксерімізді тоқтатамыз. Құрамына қажетті заттарды төменге описание бөліміне қалдырдым, сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей біздің әппақ болып массамыз көпірді. Енді осы массаның үстіне қаймағымызды салатын боламыз. Қаймақта жылы болғаны дұрыс, салқын болмағаны жөн. Мінекей барлығын салып алдық. Енді тағы да барлығын жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қаймақ пен біздің массамыз толықтай араласуы қажет. Енді осы массамызды бөлек жерге алып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға құрғақ ингредиенттерді салып аламыз. Алдымен какаоны саламыз. Содан соң разрыхитель мен ұнды міндетті түрде барлығын илектен өткіземіз. Сол кезде біздің пирогымыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Барлығын бөлек ыдысқа салып, қасықтың көмегімен жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді бағанағы сұйық массамызды осы құрғақ заттардың үстіне қосамыз және миксердің көмегімен алдымен осылай жақсылап араластырып, кейіннен жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлығын бірден миксерлесек, біздің ұнымыз бен жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Мінекей барлығын араластырып алдық. Енді алдын ала дайындап қойған сұйық майымызды құямыз да толықтай жақсылап араластырып алатын боламыз. Қараңыздар, осымен біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді осы массамызды өте қою, жақсы болып шықты. Массамызды противенге салып пісіретін боламыз. Менің противенім үлкен болғандықтан бір ғана бөлікке салдым. Егер сіздердің противендеріңіз кішірек болса, онда 2 бөлікке салып, 2 бисквит қылып пісіріп алсаңыздар болады. Сонда сіздерде 4 корж болатын болады. Немесе 2 үлкен корж болатын болады. Мінекей бетін жақсылап тегістеп, пешімізді алдын ала қыздырып қойып, піскенше пешімізге салып алатын боламыз. Ал оған дейін біз кремімізді дайындайтын боламыз. Алдын ала майымызды, бөлме температурасындағы майымызға сгущенканы қосып, майдың проценті 82%-лық болу керек. Сол кезде таза май болады. Екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Сонда бізде өте керемет жұмсақ қою креміміз дайын болады. Ешқандай сливкиді қажет етпей, дәл осылай үй жағдайында жасасаңыздар болады. Өте керемет болып шықты біздің креміміз. Енді біздің бағанағы бисквитіміз толық суып шықты. Жұмсақ болады. Піспеген шпажканың көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Енді тортымыз тегіс болу үшін жан-жағындағы бисквиттерді осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Оны тастамаймыз. Қазір бізге бетіне сәндеуге қажет болады. Толықтай кесіп аламыз. Қараңыздар достар, біздің бисквитіміз өте керемет, жұмсақ болып шықты. Енді тортымызды құрастыратын боламыз. Ыдысымызға, тарелкаға сақта болады. Дәл осылай бір коржымызды салып, үстіне кремімізді тегістеп, жақсылап жайғастырып шығамыз. Оның үстіне екінші коржымызды саламыз және бетіне де кремді тегістеп жағып шығатын боламыз. Өте оңай жасалады, қыздар, міндетті түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар болады. Енді жаңағы шет-шетіндегі корждарым дәл осылай блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Бетіне және жан-жақтарына осылай тегістеп барлығына жағып шығатын боламыз.
Қараңыздар достар, біздің осымен тортымыз дайын. Енді 2 сағат көлемінде холодильникке жібереміз. Сол кезде біздің креміміз сіңіп, өте керемет болып шығатын болады. Холодильниктен шыққаннан кейін бетін әртүрлі қылып сәндесеңіздер де болады. Жеміс-жидек қойсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын 4 бұрышты қылып, кубик 4 бұрышты қылып жақсылап кесіп алдым. Өте керемет шықты. Кремі де барлығы өте үйлесімді. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Каналым ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.